мынандай тақырыпты қозғағым келіп тұр, ол накрутка жөнінде. Накрутка, мысалы, сіз парақшаңызды дамытқаннан кейін, сіз блогер ретінде дамығаннан кейін, каким-то чудесным образом бір сондай адамдар пайда болады, сізге дайректке жазып, қазақша болсын, орысша болсын, Ресейден болсын, Қазақстаннан болсын, накрутка, продвижение Инстаграм, адам жинап береміз, осындай ақшаға лайк жасап береміз деп предлагать ету мүмкін. Бұл деген нормально, сізге ондай ұсыныстар көп түсе береді. Әдетте бастауыш блогерлар ең бірінші жаңағы сондай ұсыныс жібергенде о деп қуанып кәдімгідей осыны қолданайын ба деп сеніп қалып жатады. Но накрутка дегенге мен түбегейлі қарсымын. Оған қазір барлық СММщиктер қарсы, продвижениемен айналысатын білетін адамдар, себебі накрутканың ешқандай пайдасы жоқ. Вот ешқандай. Оның тек қана зияны бар. Накрутка деген ол саны бар, сапасы жоқ дүние. Мысалы, сізге 10 мың подписчик жинап беру мүмкін. Шынымен, мысалы 10 мың теңгеге, я, оның ешқандай пайдасы жоқ. Ол сізде тек қана сан болып тұрады, және ол өлі дегенде, былайша айтқанда өлі, я, адамдар, то есть несуществующий мертвый груз, ол боттар, то есть роботтар. Олар сізге ешқашан комментарий жазбайды, олар сізді ешқашан көрмейді, оқымайды, посттарыңызды лайк баспайды. Олардың керегіне, кроме того, олар сіздің статистикаңызды одан сайын құртады. Мысалға, сізде 1000 подписчигіңіз бар, сізді оқитын, сіздің лояльный аудиторияңыз, өзіңіз танитын. И сіз алдыңызда 9000 подписчик накрутить етіп алдыңыз, и сонымен сізде 10 мың болды, бақытты болып отырсыз, типа крутая болып, а на самом деле сіз келесі жолы постыңызды шығарғанда, жаңағы накрутканың арқасында сіздің статистикаңыз түсіп кеткен. Неге? Себебі Инстаграмның алгоритмін ешкім дұрыс білмесе де, Инстаграмның алгоритмі былай жұмыс істейді. Сіздің посттарыңызды жаңағы 9000 адамға көрсетеді. Новый типа подписчиктарыңыз ғой, олардан ешқандай реакция жоқ. Егер де олар тірі адам болғанда, реакцияларын көргенде, Инстаграм ары қарай сіздің постыңызды көрсететін еді, бірақ 9000 ол бот болғандықтан ешқандай ноль реакция жоқ. Ол оқымайды да, көрмейді да. Сосын Инстаграм былай шешеді, бұл парақшаның, значит, мына пост ешкімге қызық емес, значит, ешкімге көрсетпейміз дейді, болды. И соның кесірінен сіздің өзіңіздің бар 1000 подписчигіңіз, немесе 5000 подписчигіңіз сол постты көрмей, оқымай қалуы мүмкін, сөйтіп статистикаңыз түсіп кетеді. Бұл деген керек емес, мүлдем қолданбаңыздар накрутканы. Және накрутка ол көрініп тұрады. Мысалы, сізді подписчиктарыңызға кіріп, бүйтіп листать етіп көруге болады. Әдетте ол өзбектер, арабтар, түріктер бірден көрініп тұрады, атауларына, логиндарына қарап. Лайкты да накрутка жасау болады, ол да дұрыс емес. Өйткені лайктың жаңағы кіріп көруге болады, кім лайк басқан, и жаңа логиннің бәрі түсінікті. И ондай блогерге адамдар ертең сіздің жаңағы сізбен жұмыс істегісі келетін компаниялар сізді қараған кезде парақшаңызды статистикасы қалай екен деп, сол кезде жаман көзқараспен қарау мүмкін. Ана кісі накручивает, значит, все, недобросовестный блогер, значит, өзінің лайктары аз, значит, оған ешкім лайк баспайды, ешкім оны оқымайды, ол ешкімге қызық емес деп ойлайды. Ондай кісімен жұмыс істегіміз келмейді деп ойлайды. Сондықтан 10 лайк болсын, 5 лайк болсын, 100 лайк болсын, өзіңіздің оқырмандарыңыз қойған шынайы лайк болса, одан артық ештеңе керек емес. Және сіз парақшаңызды енді дамыта бастадыңыз. Сізге мынандай техника қолдану керек, міндетті түрде болу керек. Ол опять психология жағынан. Өйткені психология бойынша адамдар қалай? Сіздің оқырмандарыңыз парақшаңызға кірді ғой. Мынандай нәрсе бар. Когда адамның оқырмандары егер 10 мың сондай болса, көп болса, ол массовый адамның ой бойынша уже подписчиктер көп адамдар оңай жазылады екен. Ол сондай нәрсе бар негізі. Ол бессознательный нәрсе да. Сол сияқты мынандай нәрсе бар. Адам посттарға кіріп оқып жатқан кезде, егер ешқандай комментарийлер болмаса, тоже комментарий жазғысы келмейді екен. Алғашқы болып, қандай жақсы пост болмасын, ол қатты жазғысы келсе ғана жазады, бірақ жазғысы келіп тұрса да жазбай қалуы мүмкін екен. Егер комментариялар аз болса да, мысалы бір инстамагазин болсын, ойлайды екен, ойна жерде адамдар жоқ, ешкім бұны оқымайды, қызықсыз ау деймін, осы парақша деген сияқты ойлар келеді. Сондықтан сондай болмас үшін мынандай бір нәрсе қолдануға болады. Егер сіздің уже 5000 немесе 10 мың оқырманыңыз болса, сізде міндетті түрде комментариялар болады. Бұл деген нормально, значит, сіздің парақшаңызда бәрі жақсы. Бірақ сіз енді бастап жатсыз ғой, сізде әлі подписчиктар жоқ, сіз енді бастап жатырсыз, қайдан аласыз оларды? Сізге әлі комментарий особо ешкім жазбайды, немесе алғашқы болып ешкім жазғысы келмейді, сіз посттар жазыватсыз. Басында сіз жаңағы туыстарыңыздан немесе достарыңызға попросить етуіңіз болады. Мысалы, осы жерде комментарий жазып жіберші, постым шыққан бетте деген сияқты.
немесе лайктайм чаттар бар, чат активности. Қазір бізде Қазақстанда жақсы дамып келе жатыр, осы 6 ай болып қалды. Біз енді бастаған кезде ондай чаттар аз болатын, асыл шаңырақ қана болатын ең басында. Мен өзім қатысқан жоба. Мен жаңағы 1000 подписчикпен бастадым ғой, 4000-ға дейін өсірген тұғым осы асыл шаңырақта жүріп, өзім дамытып. И маған тоже комментарий басында ешкім жазбайтын әрине. Асыл шаңырақ жобасына жаңа лайктаймына кірдім. И олардан маған 300 қатысушы оқырман кірді, қосылды парақшама. Біз даже тіпті жақын араласып, соның ішінен күшті блогерлар шықты. И күнделікті WhatsApp группада немесе Telegram группада күнделікті әртүрлі хэштег беріліп, сол хэштег бойынша шығарылған посттарға бір-бірімізге лайк басып, бір-бірімізге комментарий жазатынбыз, алмасып. Сонда менің парақшам, мен басқалардың парақшасына комментарий жазамын да, өзіме де бір 20-30 комментарий қайтып келетін. Яғни мен постымда комментсіз қалмайды, міндетті түрде комментарий болатын, көрдіңіз. И жаңа оқырмандар оны көреді, оқиды. Ол өте керемет, и психология жағынан оларға жақсы әсер етеді. Мына парақша тірі екен, бәрі нормально екен, мен де комментарий жазайын деп, сіздің өзіңіздің комментарий жазбайтын әдетте подписчиктарыңыз шығады. Бастапқы уақытта 10 000 подписчикқа дейін, бір жиналғанға дейін, бір өзіңіздің аудиторияңыз жиналмағанға дейін, сол лайктайм чаттарды қолдануға болады. Яғни комментарий алмасып, өзіңіздің парақшаңызға комментарий, лайк жинауға болады. Одан кейін уже смысл жоқ, и бір жағынан уже некрасиво ондайды қолданған бір жағынан. Өйткені сіздің өзіңіздің подписчиктарыңыз комментарий жазу керек, және ондай өтірік комментарийларды жазып қолдана берген тоже бір түрлі көрінеді.